Баршаңызға сәлем, менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен домашний вайп түсірейін деп шештім. Үйде барлық условия болғасын, ошақта нан жауып көрейін деп шештім. Ошақтың нанын кім жауып көрді, кім жақсы көреді негізі? Комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Каналым ұнап жатса, лайк, подписка жасап, қоңырауша белгісін қара етіп қойсаңыз, келесінде шыққан видеоны ең бірінші болып сіз көретін боласыз. Тағы да қызықты видеолар көретін боласыз. Осындай нанымды зуаласын жасап, епке келтіріп алдым, басып. Зуала етіп алған нандарымызды біртіндеп осындай етіп басамыз да, үстін жауып, барлығын осындай етіп қойып аламыз. Формасын осындай етіп жайып шығу үшін. Кімнің үйінде осындай дүкілегіш деген нәрсе болса, осымен дүкілеп, әдемі формаға келтіріп аламыз, жұқалтып. Менде осындай болып пішін шықты. Енді осындай етіп ошақтарыма жауып алдым. Арқасына су жағып, үстіне сүт жағып. Осындай етіп пісіп шықты нандарым. Кім ошақта нан жауып көрді? Комментарийға жаза кетіңіздер. Менің нандарым қалай шықты? Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.